Абай Құнанбайұлы 33-ші қара сөзі. Егерде мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Қолындағы аз мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып, жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара мал табылса, малға бөге қалған кісімсіп, маған мал жоқ па? Дегенде қылып, еріншек, жалқау, салғыт, кербездікке салынады. Үшінші, дархансың ғой, өнерлісің ғой шырағым. Немесе, ағеке, нең кетеді осы, міне осы ғанамды істеп бер. Дегенде, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілінде мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсызын берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қарық қыламын, тамырым, досым десе, мен де керектің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп, үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе, өзінен қосып, қылып берем дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетеді. Енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап, қарызға алады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, онымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай? Абай Құнанбайұлы 34-ші қара сөзі. Жұрттың бәрі біледі. Өлетұғынын, және өлім үнемі қартайып келмейтұғынын, бір алғанды қайта жібермейтұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ, нанады. Анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және һәм мәні жаратқан Құдай бар, ақыретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылқайды. Жазғыруы да, жарылқауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп, бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп, ден қойып, ұйып сенбейді. Олар екеуіне анық сенген кісі уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егерде осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз? Оларды мұсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз. Кім, ақыретке де, дүниеден де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы, олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ақырет қайғысынан, ақырет қуанышын артық? Егерде екі нәрсе болса,
Бірі ақыретке керекті, бірі осы дүниеге керекті. Бірін алса, бірі тимейтұғын болса, онда біреу ақыретке керектігін алмай, екінші кез келгенде алармын деп, жоқ, егер кез болмайтұғын болса, кейін Құдай өзі кеңшілікпен кешіреді дағы, мына кезі келіп тұрғанда мұны жіберіп алмас деп, дүниеге керектін алса, онда ол кісі жанын берсе, ақыретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ақыретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, мәшһарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупің, екі дүниесінің жақсылығына рахаттың бәрі бірдей. Екен, 5 күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақсың. Біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегіңді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына лайығы бар ма? Екі сөздің басын қосарлық не ақылы, не ғылымы жоқ. Тұра, өзімдікін жөн қыламын деп, құр, өй Тәңір-ай, деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?